Түнде мені біреу басып отырды, бірақ бұл түс емес еді. 03:00-де бастырылу басталды. Соңғы түн болды. Ұйқы кезінде өлген жігіт бастырылудың қорқынышты сыры. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Дайын болсаң, біз бастаймыз. Бұл оқиға Алматының шет жағында ескі 5 қабатты үйлердің бірінде болған. Басты кейіпкер Арман 24 жаста жалғыз тұрады. Ол бастырылуға сенбейтін, жай ғана шаршау, ми ойыны деп ойлайтын. Бірақ бір түн бәрін өзгертті. Арман сол күні жұмыстан кеш қайтты. Басы ауырып, денесі ауырлап тұрды. Телефонды өшіріп, жарықты сөндіріп ұйықтап кетті. Түн ортасы. Кенет ол оянып кеткендей болды. Бірақ қозғала алмады. Көзі ашық, төбеде анық көрінді, бірақ денесі тыңдамайды. Тұра алмаймын, қолымда, аяғымда қозғалмайды. Кеудесіне біреу отырғандай болды. Тынысы қысылуда, аузы ашық, бірақ айқай жоқ. Сол сәтте бөлмеде біреу барын сезді. Бұрышта қараңғы силуэт тұрды. Беті көрінбейді, бірақ Арман бір нәрсені анық сезді. Ол қарап тұр. Силуэт баяу жақындай бастады. Әр қадамы шақырылғандай естілді, бірақ еденде еш дыбыс жоқ. Сосын сыбыр естілді. Ояндың ба? Бұл дауыс адамдікі емес, еркекте емес, әйелде емес. Арман жылағысы келді, бірақ көзінен жас та шықпады. Кеудесіндегі салмақ күшейді. Дем ала алмай жатырмын, өлемін. Силуэт оның үстіне еңкейіп келді. Сол сәтте Арман бет-жүзін көрді. Көзі жоқ, аузы шектен тыс үлкен, тістері тым көп. Кенет бәрі жоғалып кетті. Арман орнынан атып тұрды. Терлеп кеткен, таң атып келеді. Жай түс, жай бастырылу деп өзін жұбатты. Бірақ бір нәрсе дұрыс емес еді. Төсегінің жанында қара іздер бар. Аяқ ізі секілді, бірақ адамдікі емес. Келесі түні Арман әдейі ұйықтамауға тырысты. Телефон қарап, жарықты өшірмеді, бірақ көзі ілініп кеткен. Тағы да сол сезім. Бұл жолы ол көзін аша алмады, бірақ бәрін естіп жатты. Бөлме есігі баяу сықырлап ашылды. Бұл жолы қашпайсың деді әлгі дауыс. Салмақ тек кеудесінде емес, мойнында да сезілді. Сол сәтте бір суық қол оның бетін сипады. Арман шошып оянды. Таң, бірақ айнаға қарағанда мойнында қызыл іздер бар еді. Сол күні ол көршісі қарт әжемен сөйлесті. Барлығын айтып берді. Әже бірден түрі өзгеріп кетті. Балам, бұл жай бастырылу емес. Бұл есік ашылған белгі. Қандай есік? Түнде жалғыз ұйықтаған адамдарға келетін ескі нәрсе. Сол түні Арман бөлмесіне құран қойды. Жарықты қосты. Бірақ түнгі сағат 03:00-де жарық өздігінен өшті. Дереу бастырылу басталды. Бұл жолы ол көзін ашпады, бірақ сыбыр анық естілді. Енді сен мені көрмейсің, мен сені көріп тұрмын. Сосын бір ауыр дем тура құлағының түбінде. Таңертең көршілер полиция шақырды. Арман төсекте жатты. Көзі ашық, бірақ тірі емес еді. Дәрігерлер жүрек тоқтаған ұйқы кезінде. Ал айнада Арманның артында сол қара силуэт көрініп тұрды. Егер бұл видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине мен оқимын.